Рио-де-Жанейрода өтетін Олимпиада ойындарының өтуіне тура бір ай уақыт қалды. Осыған орай елбасы Нұрсұлтан Назарбаев дәстүрлі түрде Қазақстан атынан жарысқа баратын спортшылармен кездесті. Сәттілік тілеп, елге жеңіспен оралуына сенім білдірді. Осы жылға ойындар ел тәуелсіздігінің 25 жылдығымен тұспа-тұс келді. Сондықтан байрақты бәсекеде ел намысын қорғайтындарға үлкен үміт артылып отыр. Ақордадан тілшіміз Эльвира Тағайқызы тарқатады. Ну, форма красивая, наша олимпийская. Спортшыларымыздың киімдері ғана бірдей емес, осы күндері жандары да бір. Халық сенімін ақтап дүбірлі жарыстан топ жару. Елбасы олардың тыңғылықты дайындалуларына барлық жағдай жасалғанын айтты. Бұл жолғы бәсекеде сан емес сапа басымдығы қажет. Сондықтан еткен еңбекті көрсететін кез жетті, деді президент. Олимпиадаға 206 елден 10 мың спортшы келеді. Барлығы да кілең дүлдүлдер, барлығының да жеңгісі келеді. Сондықтан біз 26 спорт түрінен 100-ден астам жолдама алдық. Баршаларыңызға табыс тілеймін. Бұл көрсеткіш жаман емес, бірақ жолдаманың саны емес, спортшылардың сапасы қажет екенін білесіздер. Көпшіліктеріңді мен жақсы білемін. Спорт жолдарында бақылап отырмын. Талай жерден жеңдіңдер. Бұл тәуелсіздік Қазақстанның қатынасып отырған 12-ші олимпиадасы. Спортшылардың дені елге танымал, саланың үздіктері. Олардың жеңісіне барлығы сенеді. Дегенмен президент нағыз патриот қана өз мүмкіндігінен де азып, ел мерейін үстем етіп, жүлдеге жететінін айтты. Әлемде кәсіби спортшы көп, бірақ барлығы бірдей мемлекетін асқақтата алмайды. Оған тынымсыз дайындық пен отанға деген сүйіспеншілік жетелейді. Само по себе, что вы едете на этот грандиозный праздник спорта мирового масштаба, для вас уже большая удача в жизни, правильно? Смотрите, сколько желают спортсменов, хотят, едут единицы. 10 тысяч для всего мира, мизерное количество. И вы попали в эту большую элиту, золотую элиту. Это уже удача, и я с этим тоже поздравляю вас. Вы спортсменов считают посланцами мира. Они сближают людей. Спорт показывает, что мирным путем, соревноваясь через спорт, тоже можно показывать возможности нашей страны. Ваши победы пойдут в копилку авторитета Казахстана и его возможностей, потому что в неразвитых странах с плохой экономикой и слабой культурой спорт не может развиваться. Поэтому я бы хотел, чтобы вы об этом помнили. Жауапты сапарға жауапкершілікпен қарайтындарын бапкерлер де айтты. Әрбір спортшы осы күнді аса ыждахаттылықпен күткен. Сайдың тасындай іріктелген бұл топ намысты қолдан бермей қазақтың мақтан тұтар азаматтарына айналатындарын айтты. Аса құрметті елбасы, байрақты бәсекеде еліміздің намысын қорғау бәрімізге зор мәртебе, әрі үлкен жауапкершілік. Сіз тәуелсіздік жылдарында отандық спортқа барлық жағдай жасадыңыз. Сіздің қамқорлығыңызбен еліміз әлемдегі спорттық державалардың біріне айналды. Сол үшін сізге шексіз алғысымызды білдіреміз. Аса мәртебелі елбасы, сіздің сөзіңіз бізге қуат берді. Оны біз алтынмен өтеуге тырысамыз. Біздің боксшылар олимпиададан ешқашан жүлдесіз оралған емес. Еліміз жазғы олимпиадаларда жеңіп алған 52 медальдің 17-сі былғары қолғап шеберлерінің үлесінде. Және оның 6-ауы алтын. Ел қоржынына ең көп медаль салғанда, ең көп алтын алғанда боксшылар. Біз мәңгілік еліміздің көктігін әрқашан биік ұстаймыз. Елімізде мүмкіндігі шектеулі адамдарға бүкіл жағдай жасалған, барлық өңірлерде мүгедектерге арналған 12 спорт клубы жұмыс істейді. 25 мыңнан астам мүмкіндігі шектеулі адамдар спортпен жүйелі түрде айналысуда. Осының нәтижесінде паралимпиада спорты дәстүрлі түрде дамып келеді. Паралимпиада спортшыларымыз соңғы 3 жылда халықаралық сайыстарда 250 медаль алды. Осы жол жалғастырып, Бразилияда ел намысын лайықты қорғаймыз деп уәде береміз. Осы уақытқа дейін халықаралық жарыстарда ел әнұраны 17 рет шырқалып, спортшыларымыз туымызды 4000 рет алып шыққан. Бұл жолы еліміздің көк байрағын елбасы қолынан жас таеквондошы Руслан Жапаров қабылдады. Аса құрметті елбасы, сіздің қолыңыздан алған байрағымызды
тек биікте желбіретуге бар күш жігеріміз саламыз. Еліміздің әнұранын асқақтатып айтуға серт береміз. Сеніміңізге рахмет. Конечно же, настрой у нас, как всегда. Әрине, біз жарыстың оңай болмайтын білеміз, бірақ ол үшін талмай дайындалдық. Барлық күшімізді тек жеңіске салуға тырысамыз. Бүгінгі кездесуден кейін үлкен жігер, қосымша күш алдым дей алам. Елбасымыздың өзі бізге сенім артып отырғандықтан оны орындау міндетіміз. Бүгін кездесіп, бізге сәттілік тілеген үшін қолымыздан келген барлығын жасауға тырысамыз. Жақсы көрсеткішке жетуге тырысамыз. Әрине, үлкен жауапкершілік, дегенмен дайын болсан, бабында болсан, бәрі де жақсы болар. Олимпиада ойындарынан олжалы оралу дәстүрге айналды. Дегенмен халық қашанда спортшыларымыз үшін тақымын қысып, тілеуін тілейді. Жанкүйерлері қатарында елбасы өзінің де болатынын айтты. Хорошего настроения, духа, силы и победы. Буду вас ждать, смотреть. 17 миллион халықтың үмітін арқалап бара жатқан спортшыларымыз алдағы тайталасқа дайын екендерін айтты. Осы уақытқа дейін еліміз 5 жазғы 6 қысқы олимпиада ойындарына қатысып, әрқайсынан жүлдемен оралды. Бұл жолды батырларымыз ел сенімін елеп, қоржынға алтынмен бірге абырой саламыз деп уәде беріп отыр. Эльвира Тағайқызы, Ержан Қанапияұлы, президент телерадио кешенінің көмегімен қорытынды жаңалықтар.